Сәлем достар, бүгін тұлға және мінез жайлы айтатын боламын. Тұлға құрылымында орталық орынды мінез алады. Адам мінезі көптеген адам бойындағы ерекшеліктерге, соның ішінде танымдық процестерге де әсер етеді. Мінез әрбір адамның жеке даралығын және жеке адамдық ерекшеліктерін көрсетеді. Адам мінезі жеке адам қызығушылықтарымен, қажеттіліктерімен, бағдарларымен, бағытымен, мотивімен, тағы басқа қасиеттерімен байланысты. Психология ғылымында мінез топтастырылып, оның қасиеттері мынандай 4 түрлі жүйеге бөлініп қалыптастырылады. Мұндай қасиеттер адамның әр алуан нәрселерге қатынас ерекшеліктерін көрсетеді. Бірінші, мінездің еңбекке байланысты қасиеттері: еңбексүйгіштік, адалдық, еңбекке жауапкершілікпен қарау, жалқаулық, немқұрайлылық. Екінші, ұжымға, адамға қатысты қасиеттер: қайырымдылық, сергектік, талап қойғыштық, асқақтық, менсінбеушілік. Үшінші, өзіне өзінің қатынасы: өркөкіректік, тәкаппарлық, мақтаншақтық, өзімшілдік, қарапайымдылық, кішіпейілділік. Төртінші, заттарға қатынас: ұқыптылық, салдыр-салақтық, заттарды ұстап тұтынуы, ұқыпсыздығы. Мұндай ерекшеліктер адамның азаматтық қасиеттерін көрсететін негізгі және өзекті сипаттары болып табылады. Олар адамның қоғамдық қарым-қатынасы және әлеуметтік типтік ерекшеліктері. Ал мінез құрылымының ерекшеліктеріне мыналар жатады. Мінездің тереңдігі. Біріншіден, бұл қасиет адамның қоғам тарапына орай көпшілікке, ұжымға, еңбекке деген қатынасын білдіреді. Екінші, адамның жеке басының ерекшелігі, белсенділігі. Бұл қасиет мінездің күші. Осыған орай адам мықты, жақсы, тұрақты және нашар мінезді болып келеді. Үшінші, мінездің тұрақтылығының, бейімделгіштігінің ерекше мәні бар. Мұндай адамдар әрқилы қиыншылықтарға ұшырағанда табандылық, төзімділік пен бейімделгіштікті көрсетіп, мінездің күшін аңғартады. Мінездің қалыптасу ерекшелігі. Мінез өмір барысында түзелетін, қалыптасатын психикалық қасиет болып табылады. Бұл мінез бала туылғаннан кейін қалыптасатынын білдіреді. Адам мінезінің қайнар көзін және оның ең алғашқы белгілерінің көрінуін өмірдің алғашқы кездерінен іздеу керек. Жалпы жеке адамның мінезінің қалыптасуында, дамуында оның қоршаған ортамен, әсіресе адамдармен қарым-қатынасы өте үлкен әсер етеді және оның рөлі өте маңызды. Әсіресе кішкентай бала мінезінің дамуында өз туған-туыстарына, жақындарына, оларға ұқсауға тырысулары мен еліктеулері байқалады. Олар еліктеу арқылы үлкендердің мінез-құлқын үйренеді. Яғни бала мінезінің қалыптасуы мен дамуына адамдармен көп және белсенді қарым-қатынас жасауы да ықпал етеді. Үлкен адамдар балалар сеніміне кіріп, оған сөзбен, іс-әрекетпен әсер ете алса, бала мінез-құлқының белгілі бір түрінің қалыптасуы мүмкін. Үлкендердің бір-бірімен қарым-қатынасы, қарым-қатынас жасау ерекшеліктері бала мінез-құлқының қалыптасуына әсер етеді. Сонымен адам мінезі еңбекке, жұмысқа, басқа адамдарға деген қатынаста, өз ісіне деген қатынасында пайда болады. Мінез қалыптасуында сензитивті кезең 2-3 жастан 9-10 жасқа дейінгі кезең болып табылады. Себебі осы кезде бала өз құрбы-құрдастарымен, үлкендермен белсенді қатынасқа түседі. Осы кезеңде балаға әсер етуге болады. Олар оның жасқа жақсы қабылдайды, еліктейді. Осы уақытта үлкен адамдар баланың сеніміне кіре отырып, мінез-құлықтың керек формулаларын қалыптасуына сөзбен, әрекеттерімен әсер ете алу мүмкіншілігі жоғары. Баланың мінезінің қалыптасуында үлкендердің бір-бірімен қарым-қатынас жасау стилі, сонымен қатар үлкендердің баланың өзімен қатынас жасау ерекшелігі де өте маңызды. Егер біріншіден бұл ата-анаға, әсіресе анасының баласымен қатынасына байланысты болады. Ата-анасының баласымен қарым-қатынасы баланың өскен кездегі өз баласымен қатынас жасау ерекшелігіне үлкен әсер етеді. Баланың мектепке дейінгі кезеңінде мінездің келесі қырлары қалыптасады: ақкөңілділік, көпшілдік, қайырымдылық және оған қарама-қарсы өзімшілдік, мейірімсіз, байыпсыздық. Ал бастауыш сынып кезінде адамдармен қарым-қатынасты көрінетін қырлар қалыптасады. Егер баланың мінезінде белгілі бір қырлар отбасында қалыптасып, ол мектеп кезінде қолдауға ие болса,
бұл мінез-қыры одан ары қарай дамып тұрақталады. Егер қолдау таппаса, мінез-қырларында өзгерістер болады. Жасөспірімдік шақта мінездің ерікті қырлары, ал жастық шақта адамгершіліктік тағы басқа қасиеттер дамиды және қалыптасады. Мінез адам өмірінің барлық жолдарында қалыптасып және өзгеріп отырады. Адам мінезінің қалыптасуында ең үлкен орынды еңбек алады. Сондықтан да мінез басқа да тұлғаның қырлары сияқты іс-әрекет кезінде қалыптасады деп айта аламыз. Адамның мінезінің өзгеріп отыруына әлеуметтік жағдайдың үнемі ықпал етіп, оның жаңа сапаларын қалыптастырып отырғандығы ғылыми тұрғыдан анықталған тарихи шындық және объективті фактор екендігі еш дау тудырмайды.